Арма қымбатты көрермен, хабар арнасында алғашқының бәрін айтамыз. Кейіпкердің өміріне бойлайтын көрерменнің де көңілін ойлайтын алғашқы жобасының қымбатты қонағы. Қазақстанның халық әртісі, КСРО мемлекеттік сыйлығының иегері, даңқты актер Нұржұман Ықтымбаев. Қарсы алайық. Ассалаумағалейкум аға. Қалыңыз қалай, қош келдіңіз. Төрге шығыңыз. Қадірлі көрермен, біздің ортамызда Нұржұман Ықтымбаев ағамыз. Нұржұман аға, қош келдіңіз. Рахмет. Әуелгі сұрақ, жалпы баланың арманы белгілі. Бала қиялшыл келеді. Бозбаламен бой жеткеннің арманы белгілі. 80-ден асқан ақсақалдың арманы қандай болады? Менің арманым елім, халқым тыныш болса екен деймін. Енді алғашқы атты бағдарламаның өзіндік бір шағын ережесі бар. Бағдарлама барысында алдыңызда тұрған әртүрлі түске боялған есіктерді ашамыз, ақ, көк, сары, жасыл. Әр есіктің ар жағында сіздің алғашқыларыңыз айтылады. Кезек-кезегімен таңдаймыз, әр қайсын жеке-жеке жіктеп тоқталып баяндап береміз. Нұржұман аға, бағдарлама соңында келген кейіпкер бізбен бірге бір алғашқы қадамды жасау керек. Бұрын соңды жасамаған, бұрын соңды бармаған, сондай бір ерекше көңіл күйде бүгінгі бағдарламаның нүктесі қойылады. Сондықтан қош келдіңіз. Рахмет. Осындай ережемен бастасақ, алғашқы түсті таңдасаңыз. Қашанда болса ақ мол болсын деп қазақ бата береді мысалы. Сондықтан енді тәуекел, ақты көрейік. Ақ есіктің тақырыбы ескерілген ескерту деп аталады. Бұл тақырып сізді қандай ойға жетелейді? Ескерту деген сөздің өзі сақ бол деген сөздің бір баламасы ғой. Сондықтан менің үлкен ұстаздарымның айтқан дүниелері есіме түседі. Мені шофер болып істедім ғой кезінде. Сонда Баяхмет Құсайынов деген ұстазым болды. Сол маған бір ескерткені бар. Анау бір карбюраторды жөндеп отырсам, тазалап жуып. Соны келіп отырып айтты. Мынау не деді? Мен айттым, карбюратор деді. Содан кейін айтты, бұны кез келген адамды үйретсе, игеріп кетеді. Ал саған Құдайдың берген дүниесін, ол Алла тағала жоғары жақтан келмесе игере алмайды. Қанша тепкілесең де, 10 жыл оқытсаң да. Сондықтан сен мұның қой, сен өзің жолың тап, өнер жағына қарай ыңғайлан деп сөйтіп ескерту жасады. Сондықтан мына ақ есік өзі соған дәл келіп тұр енді. Сол ескертуді ескердіңіз? Иә, ескердім, әрине ескердім. Жақсы. Оқуға кеттім, соны айту. Осы тақырып еске осы оқиғаны салды. Иә. Жақсы. Біз қазір ақ есікті ашайық. Есіктің артында не жасырылды көріңіз, бәлкім сіздің ойыңыз өзгерер. Көзім жетпей жатыр. Ат әбзелдері, Ертұрман. Ертұрман ғой, ой, Ертұрманды ол 3-4 жасымыздағы Ертұрманға міндік қой енді жылқыға. Жайдақта міндік, Ерсалытта міндік. Енді ол бір нәрсе есіме түседі. У заставы Красный камень дегенде мен жасыратынмын. Атта жақсы жүретінімді. Сонда Шәріп Бейсенбаев деген режиссер айтты, мына Кәукен ағаның шляпасы түсіп қалады. Соны жерден іліп әкететін каскадер шақырыңдар деді. Сөймейді, мен не қыласыз каскадер шақырып, мен алып берейін сізге. Соның шляпасы емес, мен айтым 5 тиынды шүбірекке байлап қойыңыз, мен алып кетем деп сөйдім. Қойшы, қайдан аласың деп сөйдім. Қазір мен көрсетем сіздерге. Сол мен шауып келе жаттым да, жаңағы шляпаны алып кеттім. Жерден қатты шауып келе жаттым. Бірінші ілерімде ат құлап қалды. Мен енді салмағым бар ғой енді кішкене. Соны
жақсы бір атты алып келді, соны барып жаңағы шляпаны алып кеттім. Содан анау жігіттердің бәрі ай Нұрекең осы шляпаны алды, енді тиынды алғызып көрейікші деп сөйтеді. Иә. Содан кейін бір 10 тиынды жинап, бет орамалға жағып түйді де бір ненің жерге қойып қойды. Көрінетіндей қылып. Соны мен шауып келе жатып алып кеттім әлгіні. Тамаша. Яғни бала кезден бастап атқа мініп тақымның қатқаны кинода сізге көмектесті. Көмектесті. Енді ескерілген ескерту атты ақ есіктің ар жағында қандай сіздің алғашқы қадамыңыз бар? Қазір назарыңыз экранда болсын. Көрейік, зер салайық. Қазақ фильмге келген екен, қазақ фильм мына біздің Шәкен ағамыздан басталады. Қазақ киносына еңбегін сіңірген азаматтардың жаңағы жұлдыздардың аллеясы. Міне тірі кезінде осы жаңағы жұлдыздар аллеясына қойылып отыр. Бұл дегенде бұл кісілерге құрмет. 70-ші жылдары Нұржаман Ықтымбаевтың аты бүкіл одаққа танымал. Өте белгілі актер. Актер боламын деп келген адамымыз. Жаңағы мал бағып жүрген жерінен біздің осы кино түсіретін азаматтар сол жерде экспедиция жүріп, бір рөлге адам іздеп қалған. Сол атпанан өлең айтып келе жатқанын көріп шақырған ғой енді Сара апамыз. Сол кісі тауып, соны алып келіп, жаңағы жіберіп еткен ғой. Өздеріне замечание жасаған адам ғой киноға бірінші келгеннен. Сөйлемей, жаңа пластикамен, көзқарасымен, жүрісімен экранда көресің да мынау қазақтың әртісі дейді. Басқа актерлерден, біздің актерлердің көбісі театрдан ғой. Нұржаман ағамыз таза киноактер. Әрбір рөліне бір киелі рөл ретінде қарайды. Образын келесі образбен шатастырып алу мүмкін емес. Мына экранға түскендегі бұл кісінің өзінің ұлттық болмысы мықты. Ауылда телевизорда жоқ онда ол кезде. Сол жаңа бір кино болып жатыр екен де, бүткіл алып бір жерде көреміз бәріміз. Сол жаңа ағамның бір атаманның ақыр деген бір киноға түсіп, ана өзінің көрін қазіріп нетіп жатады ғой. Сол жаңа тасып атқан кезде көріне құлайды ғой ана кісі. Сол кезде жаңағы апам жылап, елдің бәрі жуатып қойыңдар ол кісіге, апама. Сондай бір оқиға болған бір кезде баяғыда. 72 жылда мен түсірген Көксерек деген керемет жақсы кино. Ұрысып қалдық. Мен сіз маған дауысын көтермеңіз деп, онша маған ұнаған жоқ. Енді ұрысқанда кімге ұнайды? Қазір қойды ғой, жас кезде бұл кісі шатақ болатын. Иә. Нұржаман ағамыздың өзі болымсыз да жай адам емес қой. Группада жүрген кезде бүкіл жас қыздардың бәрін көңілін көтеріп, солармен қалжыңдасып, бір жанында жүрген кезде бір жасап қаласың, кәдімгідей бір күн адам сияқты, айналасына жылуын сеуіп. Нұржаман ағаның маған бір батылдық беріп, сондай бір күш беріп, қорықпа деген сөзінің өзі. Бірінші толықметраж киноға режиссер болып барғаным. Мына Депардьеге сол дәрежеде актер керек дедім де. Асекеңді шақырайын десең, ол кісі жұмсақшылық жоқ та. Мынау енді жаңағы Нұрекең туралы фильмнің енді бітер кезіндегі жұмыстары ғой, енді қазір бұны енді дубляжға дайындап жатырмыз материалда. Біздің халқымызға бір Алланың берген үлкен бір олжасы деп білем кинода. Әлі бұл кісінің ойнайтын рөлдері алда көп. 80-ге келді дейді, қарасаңыз здорово. Қайдағы 80? Ескерілген ескерту деп тақырып қойып отырған себебімізді айтайық. 1966 жылы сіз қилы кезең атты Абдулла Қарсақбаевтың толықметражды киносына келдіңіз. Сізді кездейсоқ шақырды. Сіз сол кезде бір ескерту жасапсыз. Сол ескертуді айтыңызшы, ол қандай ескерту? Ескертуім сол, мынау көкшолақ мініп келатырмын ғой жаңа жерде. Сонан да үстіне ер-тоқым салып, кәдімгідей жүген салып, сарғайыстан. Сөйттім мен айтым, әбеке мынау өзі құл болса, өз қашып келе жатса, мынау ер-тоқым қаяқтан болған, анау сары жүген қаяқтан болған, байдың жүгендері. Мұны алып тастайық деп сөйдедім. Оны қалай жүргізесің? Мен айтым, жүргізем дедім. Жай жіптен ноқта жасадым да, ноқта деген болады ғой, ауыздықсыз. Сол ноқтаның ауыздық жасап, оның кейін ер-тоқымды алып тастадым да, жайдақ жаңағы
ана көрдіңдер ма, ер тоқым жоқ. Иә. Соны алып тастап бәріне сол үстіне қарғып міндім де жүріп кеттім. Мынау ер тоқымсыз, құлап қаласың ғой. Жоқ, мен құламаймын дедім. Сөйтіп сол киноға солай түстік. Кино деген нәрсе жасандыдан аулағырақ жүру керек кішкене. Жасандыдан емес, мына табиғаттың өзі қалай, солай болу керек. Ана көрермендерді сендіру керек. Нұржұман аға, бұл бағдарлама алғашқы. Енді алғашқыларға тоқталсақ, алғаш рет қай фильмге басты кейіпкер болып бекітілдіңіз? Ол қалай болды? Енді шынын айту керек, алғашқы жаңағы қилы кезеңде мен оны түсінбейтінмін. Басты рөл, орташа рөл, жаңағы кішігірім рөл дегенде. Сонда сол екінші кинода анау өзім ойладым. Шәкен аға мені қазір кастинг дейді ғой, онда пробо дейді. Сол пробосыз мені жаңағы кімге, хакимге бекітті. Сол кезде мен ішіме пайда болды сондай нәрсе. Эпизод па, үлкен рөл ма, кіші рөл ма, жаңағы басты рөлді ойнап жүргендерден кем соқпау керек. Соның маңайына теңелу керек жаңағы ойнаған рөлім. Ең аз дегенде соған жете қабыл болу керек деген сондай өзіме мақсат қойдым да. Содан мына күні бүгінге дейін эпизод ойнасам да, орташа рөл ойнасам да, басты геройдың кем соқпайды менің рөлдерім бәрі. Әрқашанда елдің есінде қалатындай рөлдер сол. Жаңағы қилы кезеңге түскеніңізге гонорар берілді ме? Онда мен білмеймін, онда ақша беретін, онда түкте. Соны бардым ба түсе бердім ғой, енді сол Иманков деген директор болды, картинаның директоры. Сол маған 80 ба, 800 ба рубль ғой, сом. Сондай ақша берді. Оған бір нәрсе кетіп қаламыз ғой. Сонда мен үйленген кезім, әйелімнің, жаңағы келіншегімнің жап-жас енді, қуыршақтай кезі. Соны аяғына қарасам, аяғының табаны кетіп қапты. Сондан магазинге барсам, менің ақшам жетпеді. Сол анадан сұрайым, мынадан сұрайым. Бәрі енді мен сияқты ғой, бәрі жалаң аяқтар өңкей. Ала алмадым жаңағы етікті. Күз болып қалды. Дәл сол кезде жаңағы ақша алдым. Ақша алғаннан кейін бәйбіше деймін ғой, қазір енді ол кезде жап-жас, көзі бақырайған. Енді оны көресіңдер ғой, қандай адам екен. Енді әлгі мен қалжыңдап айтам, 1000 қыздың ішінен таңдап алғанмын деп баяғы. Яғни алғашқы гонорарыңызға сол кісіге аяқ киім алып бердіңіз. Тамаша. Енді тағы бір ақпарат. Әзербайжан Мәмбетов сізді театрға шақырыпты. Неге бармай қалдыңыз? Әзекең енді ең мықты адуынды режиссер ғой енді. Бүткіл енді драм театрды, академ театрды өте жоғары деңгейге көтерген адам ғой. Соқтан ол шақырған кезде олған тоқтау болмайтын болу керек. Соқтан келістім. Келісіп, Адел кадрдан документтерімнің бәрін алып, енді кетейін деп тұрған кезімде Шәкен аға шақырып жатыр деді. Соны бардым. Сұрады, документтерің қайда деді. Қалтамда дедім, көрсет, қой мына жерге деді. Қойдым. Оның кейін барып Адел кадрдың бастығын шақырып алды. Адел кадрдың бастығын айтты, мына документті ал деді. Алып сейфіңе сал. Егер осы мен тірі кезімде осы документ жоғалса, мынау алып кететін болса, сені жұмыстан кетірем. Деп содан жаңа документімді сейфке салып тастады. Соңғы Шәкен аға айтты, сенің бақытың осы кинодан болады. Ол кезде атақ жоқ, даңқ жоқ, жаңадан енді келатқан кезім ғой. Соны айтты, бар бақытың осы кинодан табылады сенің. Бастық атырмай тыныш жүр, киноға түсе бер бар деп. Бірақ театрдың кинодан артықшылығы бар. Қандай артықшылығы? Артықшылығы бүгін мысалы қате кетсе бір жерден, келесі күні қадығын жөндеп аласың. Ал кинода бір қате кетсе, кетті, сол күйінде кетті. Сондықтан кинода мен мына болашақ актерларға айтарым, ойнасаң жөндеп ойна. Өйткені сол өмірде тарихта қалады, ол қозғалмайды, оны түземейді. Не болмаса кесіп тастайды. Сондықтан ойнаған кезде таза әдемі ойнау керек. Тамаша. Қымбатты көрермен, ақ есіктің ақиқаты ашылды.
Енді ары қарай жылжиық, қай есікке тоқталсақ болады? Күлгінге тоқтап көрейік. Мен жүрген көшелер. Бұл қай көшелер екен? Көңілде қалған көше бар ма? Бұрынғы проспект Сталина деген болды. Иә. Сол Алматының ішіндегі біздің жүретін көшеміз сол болатын. Соның кейін анау оперный театр бар ғой, соның алдындағы көше бар ғой. Қазір Қабанбай. Қабанбай батыр көшесі, сонда жүретінбіз. Сонда жаңағы әлгі біреу айтып қалды ғой, мен кішкене тентектеу болғанмын деп. Сол жерден соны іздеп барамыз әлгіні, біреуге тиісу үшін. Ол жерде әлгі мықтылардың балалары жүреді. Әлгі о кезде безразмерный носки шықты ғой сол кезде. Соны сатады аналар. Соны біз түк білмеген болып тұрамыз да, тартып әкетеміз әлгі. Күлгін есікті көрейік. Иә, не бар екен? Ар жағында қандай зат бар екен? Кимешек. Сандық, самаурын. Еске еш нәрсені салып отырған жоқ па? Салып отыр, ана кимешек, шешеміз сол кимешекпен жүретін. Күлгін есікке арнайы әзірленген бейне материалды көрейік, назарыңыз экранда болсын. Алматыдан 270 шақырым қашықтықта орналасқан Көксу ауданы өндіріс ауылындамыз. Мұнда бір кездері 60 шақты түтіні бар үй болған, қазір небары 3 үй қалған. Оның бірі Кеңес одағы актерлары арасында тұңғыш Голливуд фильміне шақырту алған Қазақстанның халық әртісі, өнер майталманы Нұржұман Ықтымбаев. Біз бүгін Нұржұман ағаның туған топырағындамыз. Мен жүрген көшелердің бәрі де өзгерген, қайда сол кешегі құрбылар көз көрген. Асыр сабалысқан қайда сол дос бауыр, жүрсем де алыста сағынтты ескі ауыл. Осы қара шаңырақ, осы Нұржұман ағамның туып өскен жері ғой, өзіміздің Бажыман атамның салынған үйі кезіндегі. Қазір енді заман өзгергеннен кейін үйдер беріп жатыр, жаңағы үй жаңартып. Әйтпесе неге осы ауылда Нұржұман ағамның туып өсіп балалық шағын осы жерде өткізді ғой. Үшінші бесілдіктің жетілдік мектебінде бәріміз қатар оқыдық. Сол оқып жүргенде өзі сондай ойын сауыққа бейім, домбыра тартып, өлең айтып, спортқа қатысып, кәдімгі спортпен шұғылданып, сондай чувствие болатын еді. Переменге шыққан уақытта жаңа мұғалімдердің өздері күрестіретін, сонда күресетінбіз, балалық қой енді ол. Баяғы ұстаса кетеміз, күресеміз, содан екеуміз бірімізді жыққалық. Ол менің жамбасын жерге тигізген жоқ, мен оның жамбасын жерге тигізген жоқ. Бірге жүрдік, бірге өстік. Одан кейін кішкентай екеуміз болдық. Екеуміз алдыңғы партаға отырғызып қойдық, бір отырдық екеуміз. Тыныш отырмайтын. Арыс орын деген жоқ. Енді оның Алланың берген дарыны ғой, талады. Өзін көтеріп кетті ол. Оның фамилиясы Бажыманов болатын. Кейін осы әртіс болғаннан кейін Ықтымбаев болып шықты. Ешқандай ондай әртіс болып кетеді. Мұғалім болады екен де Жаркентке барды, бұл мұғалім жаңағы оқуын оқып жүрді ғой. Ауылдан шыққан бір актер. Қалай мақтанбайсыз? Отырған жерде әңгіме оқпаса, әжептеуір болып қаламыз. Алғашқы махаббатым мынау бір менің кемпірімді айдалдырған екенбіз. Бұл маған көніп кеткен. Ол енді айта береді. Жолтаңы ғой, жолтаңы. Ол енді Нұржұман өзі де бір қалжыңдап айтқаны бар, енді мен тартып алдым мынау деп. Ол маған сөз айтып, мен оған сөз айтып күліп көргеніміз жоқ. Шешім. Қыдырбайдың сөзіне күлкім келіп. Мен тартып алдым дейді. Какой тартып алу? Сіз жүрген көшелер? Шіркін ай дезеш. Мынау жаңағы 3-4 үй қалғанда бұны сақтап қалған ең үлкен кейіпкер Заманбек Нұрқадылов. Мен бір секрет айтайын.
елдің бәрі дүре көшіп жатыр 90-90 жылдары. Үйлерін бұзып, бітшін шығарып. Соны енді алдында, жанында Көксу деген станция бар. Анау орыстардың доңыздары осы біздің ауылға кеп жаяды. Шөбі шүйген жер, көлі бар ар жағында сол. Соны бір барып көрдім да, сол кішкене ренжіп отырған. Ауыл тозып баратқан, анау директор совхоз болатын, ол өзі бір кейін ақмақтау жігіт болды. Ауылдың тракторын бәрін сатып, өткізіп Қытайға қарай. Соны өзім байым деді, бірақ түкте шықпады содан енді. Соны отырым, Зәмкең Нұраға ойланып кетіпсің ғой деп сөйледі. Содан кейін ойланғанда ауыл осылай тозып баратыр, сол жағдайды ойлап отырмын деп сөйдедім. Ол қай жері? Көксу ауданы. Не керек оған? Мен айттым, мына жерді сақтап қалу керек, әйтпесе тозып баратыр деп сөйдедім. Соңын әкіміне барып айт, ана туған туысың болса, соларға берсін жердің бәрін, ие болып қалсын деп. Содан әкімге барып айттым, осындай жер қалдыр менің мына бауырларыма деп. Сөйтіп оны жоқ, ол жер болмайды, анау мынау деп бірдеме бастады. Соң айтты, олар өзінің туып өскен жері, осыны игереді, бәрін гүлдендіріп қояды қайтадан. Соң жоқ, болмайды деді. Соң айттым, мына телефонға звондашы, айналайын. Соң Зәмкеңнің прямой телефоны. Звондап еді, ар жағынан Зәмкеңнің дауысы саңқыта қалды Заманбектің. Алло деп баяғы. Соң мынау қоя қойды дейді телефонды. Қоя қоймайды, ар жағынан звонок. Ана Зәмкең ар жағынан, мен ойнап отыр дейсің бе сен? Неге звондағаннан кейін сөйлеспейсің? Не бол, не шаруа деп сөйдеді. Осындай кісілер келіп отыр, жер сұрап отыр деді. Сұраған жерінің бәрін беріңдер деді. Соны мен ертеңіне бірнеше адам келіп, жерді өлшеп, түгел, бүткіл совхоздың жерінің бәрін өзіміз алып алдық. Қазір Құдайға шүкір, керемет. Екінің сол фермер ауылды тоздырған жоқ, көшіп кеткендердің бәрі қайтып келгісі келеді, бірақ үйлерін бұзып кеткен. Ол үй салу дегеннің өзі енді ол оңай шаруа емес. Сонымен қойш, айтыр, қазір бауырларым сонда, Бажыманның ауылы дейтін болды, қазір өзбектің бәрі. Тамаша. Аға, бір білгіміз келетіні, Жұмағыз анаңыз 13 құрсақ көтерген. Бауырларыңызды білсем бола ма? Сіз секілді өнер жолына келгендері болды ма? Енді мен өнерге, мынау нағашыларыма тартқанмын ғой, нағашыларым өзі өнерпаз болатын. Ана бауырымда керемет домбырашы, әнші болатын. Ал енді 13 құрсақ көтергенде біз мынау Алтынемел деген жер бар, Гвардия ауданында. Соның 3-ші фермасында туып өскен мен. Соның таудың басында шешем толғатып, мен туа алмай, сол Алтынемелге роддомға алып барған ғой, әкем. Алып барғанда соны мен 5 килограмм 300 грамм болып туыппын. Шешемнің туа алмай жүрген сол екен. Одан кейін шешем борсыққа жерік болған ғой. Міне қызық, борсыққа жерік болған. Соған ал енді сол еңбектей бастаған кезімде шешем маған жаңағы төсек салып береді ғой, жатам ғой. Сонда үлкен бір төсек бар. Соны ана өзіме салынған төсектен домалап, ана ненің төсектің астына кіріп, ана бұрышына барып жатады екен. Ана борсық секілді. Борсық секілді. Шешем аяғымнан сүйреп бүйтіп шығарып алады екен баяғы. Сөйтіп өстік. Содан 2 жасымда ғой деймін, әкемді жұмыс бабыменен жаңа Көксу ауданына аударды. Содан ол кезде коммунистер ғой, айтқанын орындайды. Сонымен сол өндірістеген жаңағы мынау бауырларым тұрған жерге келдік. Жалпы біздің ата-бабамыздың жері сол жер. Көксу ауданы өндірістеген жерде. Өткен Кенбайдың түбегі, Кенбайдың сазы, Кенбайдың көлі деген Кенбай үлкен атам. Сол кісінің атында аталған, елдің бәрі сөйдеп атайтын. Кенбай Ақтынбайдың әкесі. Соны мені Ақтынбайдың баласы деп сол әкем ырымдап қойған ғой енді. Оны мен кейін білдім, ол ырымдаған емес, армияға ертең алып кетпесін деп қойған екен өзі. Ар жағында басқа құпия бар екен. Соны сөйерді өстік, сөйерді жаңағы үлкен совхоз болатын. Бір енді 100-ден артық үй бар болатын. Каристер, орыстар, шешендер, сығандарға дейін тұрды біздің ауылда. Соны енді әлгі қазақтың мақалы бар ғой, елді басқара алмаған орнынан көшіреді деп. Сол жақсы бастық болмады да, сол ауыл тозып кетті. Қымбат көрермен, біз екі бірді есікті аштық, өте қызық әңгіме жүріп жатыр. Қай түске кезек береміз? Енді
Жаман ба жақсы ма, біз совет өкіметінде өстік қой. Оқыды. Уақыт солай болды. Адам қылды, уақыт солай болды. Көнсең де сол, көнбесең де сол. Соқтан ағы қызыл жалауға қарап, жас кезімізде сәулет беріп тұрдық қой баяғы. Соқтан да қызылды көрейік. Қызыл есік. Адасқан адам дейді. Адасқан адам. Мен сол оқуды тастап кеткенімді өзім ойлағам. Адасқан шығармын деп. Бірақ ол да керек болды өміріме. Қызыл есікті ашып көрейік. Мен сияқты менің жас кезім ғой. Сіздің жас кезіңізге ұқсай ма? Ұқсайды, құлағы қалқиып тұр. Және жай тұрған жоқ. Бір әңгімеден бір әңгіме есіме түсіп кетеді. Мен Алматыға келгенде хореографический училищеде жазылып тұр екен. Анау алдыңғы жаңа буыны хор ғой енді. Ойладым, бұл хор үйретеді екен, домбыраны үйретеді шығар, осының ішіне де мен хореографическийге бардым ғой, документ тапсырдым. Күлкім келеді сөмен сол. Соны барып жаттым, содан кейін өмірімде шешінген қызды көрмегенмін ғой. Соны залға бардым, айна маған ұқсаған біреу жүр, сөйтсем өзім екенмін айнада. Не болып деп отырмын, бір уақытта ана қыздар кіре бастады, кірді де шешіне бастады бәрі. Енді ана балеттің қыздарын көресіңдер ғой, білесіңдер ғой қандай екен. Әлгі өмірі көрмеген қыздар бетіңді басып кетті. Маған айтты, сен де шешін деді. Мен шешінбеймін, неге шешін. Соны онда ол кезде шара бар деген болды, модны штапелден тігетін, баяғы балағы кең. Соның ішінде іш киімге мен қалта жасап ағам. Шешем қалта тігіп берген, ақша бар онда. Анау шешін дегенде сол сақаты қалды миыма. Мынау ақша бар екен біліп қойған ғой деп. Шешпей отырып алды. Мен онда ауылдың баласы 7 жас бітіргенменен қолымыз қарулы ғой енді. Присепшік болдық, үйттік. Даны шешіндірен деп қайда қолының әлі келмеді менің. Ұстап алдым да. Ойбай, балетін құрсын, бүтісіп оқымаймын мұны. Ебін тауып шығып кеттім әлгі жерден. Қызыл есіктің ар жағында қандай бейне материал бар, көрейік. Сәлемәтсіз ба, Нұржұман ағай? Мені танитын шығарсыз. Мен ол кезде Мәкіш Ысқақова болатыным, сон бертін келгенде Мәкіш Дәулетқұлова болдым. Әлиакбарды танисыз ғой. Сол кісінің жолдасы. Есіңізде болса, сіз 68 жылдары келдіңіз. Бәріміз осы бауырмал боп, сондай жақсы жұмыс істеп кеттік. Біз сразу байқадық, сіз сондай бәріне бір ынталық көрсетіп, шырмаларың дұрыс емес екен, мені осы жерде істейтін болсам, усовершенствовать етсем деп. Бір ай жұмыс істедік, сізге телеграмма келді. Телеграмма келгеннен кейін сізді киноға шақырды. Менің негізі уақытым бәрі соны біліп жүрді. Көп актерлер сол түбілерден ауызданып, аяқтанып шығатын кездерде көп болады. Кейбіреулері оны тіпті қажетті болмай қалуы мүмкін. Оған сол бірдей жүретін актерлер болады. Мысалы, Ақтымбаев солардың қатарында жатады. Оған көп оқудың да керегі жоқ. Оның жүрген жерінің өзі оқу, жүрген жері актерлік. Әр қимылында бір Құдайдың берген қабілеті дейді ғой. Жасап тұрса да актерлік етюд болып шығады. Жалғастыра бер өнеріңді. Әлі уақытың бар. Бұл Қуыршақ театрына жұмыс істедім ғой мен. Мені шақырды ғой енді мынау қазақ фильм. Шақырғанға келдім, келсем бәрі Москваға совещание кетіп қап. Бейбітов деген зам директор, ол мені танымайды. Содан кейін келіп осындай мені шақырдыңыздар, мен телеграмма деп едім, мен шақырғам жоқ сені деді. Шақырған адамдар келсін Москвадан, содан кейін сөйлесеміз деді. Енді мен қайда барам мен? Анау проходнойда жата тұр.
бір жеттен кейін келеді деді. Жарайды деп проходнойға бардым, барып көк базарға барам, лимонад ішем, содан кейін пирожки жейін. Содан қайтып келіп сол жаңағы жерге бір түнедім, бір түнеген ертеңіне айнаға қарасам бет аузым былай ісіп кеткен. Содан кейін анау дежурный әйел проходнойда отыратын. Ол айтты, "Бо, әбден талап тастапты ғой", сөйтсем қандала талап тастапты түніменен. Содан бет аузым ісіп кеткен, қышып барады, жаным шығарып барады. Содан кейін әйтеуір жүре бердім сонымен көніп. Содан бір күні Көкбазардан келе жатсам, жарнама тұр екен. Мемлекеттік қуыршақ театрына актерлар қабылдайды, жаңадан ашылып жатыр деп сөйледі. Содан бардым, жаңа барғым. Анау ол кезде Совет өкіметіндегі трико болды ғой, былай тізе шығып кететін. Содан кейін аяғымда сандалик, бармағымның арасы шаң-шаң, кір-кір. Абдрахман Асымжанов деген режиссер екен. Кімсің деді. Мен айттым, актермін дедім. Сөйтсем, не білесің деді, өлең айтам дедім. Қақау өлең, лимонад пенен пирожки дауыстың бәрін жеп қойған ғой. Содан өзім мана түрім манау, сақал мұрт өсіп кеткен. Содан кейін айтып, бүйтіп аяғымнан түгел қарады, түгел көрді. Аяғымның бармағымның арасына басыма дейін. Содан айтты, ал өлең айт деді. Өлең айтты, даусым шықпай қалды жаңағы. Содан айтты, алмаймын, қайта берді. Кеттім. Ана өшім бетіп қалды ғой анау қуыршақ театрының режиссеріне. Содан бардым қайтадан. Костюмді киіп, галстук байлап, домбырамды алып бардым, өзім домбырамды. Содан барып, анау танымай қалды мені. Не, жайша келдіңіз ба деді. Мен айттым, осындай сізге жұмысқа келейін деп. Ал қарайын, қандай өнерің бар? Оның бастым әкесін танып, жаңағы домбырам. Мен айттым, әлі көрсетем сендерге, әлі тұра тұрыңдар. Сол қойш. Енді қуыршақ театрының анау шымылдығы ашылып жабылады ғой енді. Оны қолмен ашып, қолмен жабады. Мені қолмен келеді ғой, механизатормын ғой. Анау роликтерді салып, динамик салып, баяғы ананың кнопканы бассаң өзі ашылады, кнопканы бассаң өзі жабылатын әлгі. Оның бәрі неден алып келдім ауылдан. Анау әлгі стригальный машина бар ғой, қойға қатын. Соның кнопкалары бар. Сол алып келіп жаңа орналастырдым әлгіні. Ұмытпапты айтып отыр. Соны қойшы әлгі бір жылдай сол жұмыс істедім. Бір жыл емес, бір айдан кейін мені киноға шақырып тағы. Қуыршақта ойнай аласыз ба? Қолға киіп? Көкелет жіберем ғой. Алдырайық па онда? Қуыршақты қазір ортаға алдырайық, қымбатты көрермен. О, қайран заман тұра тұр. Бұның өзінің секреттері бар. Енді бұны 50 жыл болды ғой ұстамағалы. 50 жыл, жарты ғасыр. Иә. Ағайын туғандар, алғашқы бағдарламада Нұржұман Ықтымбаевтың өмір баянын көріңіздер. Қадірлі көрермен, аға, бізде бірнеше есіктер ашылды, енді қалған есіктеріміз бар. Қайсын ашамыз? Енді сол сарыны көрейік енді. Өзге ауылдың аруы. Жарайды. Өзге ауылдың сұлуы. Сұлуы дейді. Енді ауылымыз іргелес ел ғой, мынау мен енді Россияда көп жұмыс істедім, Қырғыздарда көп жұмыс істедім. Осы өзге ауыл деп айтаймыз, бірақ көрші ауылдар ғой, бізді қазақша көрші ауылымыз. Оның енді біздің қазақ қыздарына жетті деп айтамаймын. Біздің қазақтың қыздары өте ерекше. Сұлулығы болсын, ақылдылығы болсын. Сондықтан Құдайға шүкір, сұлулар бар басқа көрші елдерде. Енді ағамыз өзге ауылдың сұлуы деген кезде Қазақстаннан шығып кетті. Біз енді Саресті ашып көрейік, Қазақстанға қайтарсыз. Не? Кларнет. Ой, кларнет, иә. Енді тақырыпты қараңыз, өзге ауылдың сұлуы кларнет. Так. Екеуі не байланыстырады? Енді мен кларнет ойнағам кезінде, оған да 50 жылдан асып кетті. Иә. Енді кларнетті, оның ана мұндыштығы болады ғой, қамысы.
Оны өзіңдікі болмаса ауызға салуға болмайды оны. Кімнің аузында не бар екенін Құдай білсін. Өзге ауылдың сұлуы және кларнет екеуін не байланыстырады, қымбатты көрермен? Арнайы әзірленген бейнематериалдан көріңіз. Педучилищеде оны кличкасы артист болатын. Сонда мен келгенде естігем, такой-то артист бар деді. Думаю, что за артист? Содан ақыры соның қолына түстім мен. Солар түсті. Бұрын жылына 5-6 киноға түсетін. Тез-тез анағыны бітіретін, аны келеді. Сонымен балаларды үлгермеді қарауға. Папа со мной всегда играл. Кішкентай кезінде әкем үнемі менімен бірге ойнаушы еді. Кәмпиттің түрлі түсті қағазын саусағына орап, неше түрлі кейіпкерлер жасайтын. Менің сенгенім соншалық, әкеме ойнайықшы деп маза бермейтінмін. Ол өте керемет жан. Үлкен ағам Ермек ауылда болды. Ал мен ата-анамның жанынан жырақтамай мейірімге қанып өстім. Осы 2 баладан кейін мен Батыржанды тудым. Батыржан деген баламды Ермек екеуінің арасы 10 жыл. Сонда ол әкенің жаңа несін түсініп, отцовство түсініп, маған бала туып берші деді, ана екеуін көрмедім мен. Мы с отцом у нас такие. Әкем екеуміздің арамызда үлкен сенім бар. Біз онымен дос сияқтымыз. Кіші ұлы болғандықтан маған мүлде басқаша қарайды. Барлық адамдардың өз кумирі бар. Біреулер үшін спортшылар, біреулер үшін суретшілер, біреулер үшін блогерлар. Мен үшін әкем әрқашан кумирім болып қала береді. Мне кажется, у папы такая врожденная казахская красота. Меніңше, әкемде туымыздан қазақы мәрттік пен көркемдік, харизма бар. Оның тартымдылығы, жымиғаны, күлкісі бәрі шынайы. Ол өте ашық және үлкен жүректің иесі. Жетісудың жігіті мен солтүстіктің сұлуын қандай нота байланыстырды? Ол енді әпкесі, апасы ғой енді мынау неге Жаркентте мұғалім болатын. Сұлу оқытам деп шолпанды алып келген ғой. Бірінші курсқа түскенде мен духовикпін еще. Анау кларнет ойнаймын. Менің досым трубада ойнайды. Сол бүйтіп көрсетеді біреуді. Содан кейін о не дедім, о не десем, анау 3-ші қызды қарашы, анау бірінші курстың қыздары, орыс группасы. Қарасам, көзі бақырайған бір кішкентай қыз тұр. Мынау өзі ара, өзі кішкентай ғой десем, семіртіп аласың ғой. Сол 2-ші курсында оқытпай үйленіп алдым. Оны енді о балына қалғам жоқ. Ана бірінші тұңғышымыз туғаннан кейін қайтадан алып келіп, жаңа оқуын бітіртіп, одан барып мынау Казгылды оқыды, оны бітірді, онан кейін барып мынау Алатау санаториясының заведующий болды. Содан пенсияға шықты. Анау жаңағы бұл кенжем менің. Анау Нұрасыл деген немерем. Қазір енді 8-ші класс оқып бітіріп жатыр. Өте өзіме тартқан енді кішкене әртүрлі салада қабілеті бар. Ал енді жаңағы Лаурадан туған қыз, ол қазір атақты художник неде, Прагада тұрады, Чехияда. Лондонда, Парижде, Берлинде, соңғы Праганың өзінде көрмесі ашылды. Енді балаларды айтып жатырмыз ғой, жалпы балалардың таңдауына, талғамына сіз қаншалықты әсер ете алдыңыз, әке ретінде? Мен оларға бұлай жаса деп айтпайтынмын, өзім ақырын көрсетіп отырамын. Мына баланы зорлаудың қажеті жоқ. Ұнамаса керек жоқ. Өзінің не ұнайды соған жіберу керек. Сол кезде жақсы нәтиже шығады. Енді бір ұл, 2 ұл, 1 қыз ғой, енді сол Құдайдың берген. 6 немерем бар, 3 шөберем бар. Құдайға шүкір, бәйбішемменен мінекей 60 жыл болып тұрып жатқаныма. Май жаққандай болды деп айтпаймын, шынын айту керек. Кейде ренжісіп қаламыз. Сол кезде жаңағы мен үндемей қалам, бәйбішем келіп мойнынан құшақтайды.
сол мен балқып шыға келем баяғы. Ал енді әйелім ренжіп қалса маңдайынан барып сүйем, болды, сонымен екеуміз қайтадан құшақтасып кетеміз. Қымбатты көрермен, ендігі қалған көгесікті көрсек, қабыл болған тілек. Жалпы сіздің өміріңізде қабыл болған тілек бар ма? Біреу тілек тілеп, сол қабыл болып? Енді тілім тасқа деп айтайын, тілегімнің бәрі орындалды. Тілегіңіз орындалды? Түгел орындалды. Көгесікті ашсақ, көгесіктің жасырғаны не білсек? Мынау әлгі қазақ айтады, ой, көгергір деп, мына көгергір. О, мынау приз ғой тұрған. Орта қалдырсақ бола ма? Бұл ерекше статуэтка. Тарихын өзіңіз айтсаңыз. Бұл әлгі подарок стайлінде мен анау соқыр шалды ойнаймын ғой. Еврейдің баласын асыраймын. Сонда Вашингтонда осындай кездесу болды да. Зал толып отыр. Оның енді мен адамды өте жақсы танимын, көбісі еврей екенін көріп отырмын. Соны вечер бітті, біткеннен кейін осылай сахнаға мына жақтан екі жігіт, мықты-мықты, мына жақтан екі жігіт шықты. Бұлар неменеге шығып келе жатыр дедім. Соның бәрін аспанға мені көтерді, айтты, бүгіннен бастап сіз еврей халқының киелі адамысыз деп сөйледі, святой человек деп сөйледі. Содан мен ана Павлик Фин деген киноның авторы, сценарист, сол бүткіл Израильға жайыпты. Осындай адам қазақ халқының, еврей халқының киелі адамы деп. Енді мынау адасып кеткен жүлдем болатын. Мынау сол подарок стайлінен адасып кеткен, сон 3 жылдан кейін маған Рүстем Әбдірашев тауып берді осыны. 3 жылдан кейін? 3 жылдан кейін. Ал енді 3 жүлдем бар, үлкен бас жүлде. Міне қанша жыл болды, 6 жыл ма, 7 жыл болды, адасып жүр. Үшеуі қайда екенін білмеймін мен. Ол ешкімде жоқ ондай жүлделер. Енді көгесікке арнайы әзірленген бейне материалды көрейік. Назарыңыз экранда болсын. Кино өнерінде орны бөлек дара тұлға Нұржұман Ықтымбаев 200-ден астам фильмге түскен. Оның ішінде 77 басты және негізгі рөлдерді сомдайды. 1979 жылы «Нан дәмі» көркем фильмі жарыққа шыққан соң, қазақ киноактерлерінің арасында алғаш болып КСРО мемлекеттік сыйлығын алады. Это выдающийся артист. Бұл ғажап әртіс, жоғары кәсіби деңгейдегі әртіс. Ол тыңдай алады, көзге қарау керегін білет. Оның бойында менмендік, өзімшілдік жоқ, таза адам. Мас фильмде түсті, бұл қырғыз фильмде түсті. Жаман ойына шақырмас еді ғой, екінші рет, үшінші рет шақырмас еді ғой. Голливудқа түсу деген актердің арманы мысалы. Ресейлік кинорежиссер Тимур Бекмамбетовтың «Дневной дозор», «Ночной дозор» фильмдері оның болмысын тіптен ерекшелендіре түсті. Қатал да кешірімсіз Тимурланға сәлем бердік. Мен бүкіл әлемнің тағдырын қазақтың басынан кешкен бүкіл қиындығы сол кісінің образында бар сияқты деп ойлаймын. Сценарийді Павел Фин өзінің және израильдік жазушы Давид Маркештің естеліктері бойынша жазып шыққан. Адам құқы жөніндегі фильмдердің 14-ші халықаралық Сталкер фестивалінде ең үздік шетелдік туынды деп танылды. Сол байқауда Қарт Қасымды сомдаған Ықтымбаев ең үздік рөл номинациясында жеңімпаз атанған. Егер мен үйлесем, кеш болмай ма? Онда бүйтеміз. Бүгін барып, құда түсейік. Француз актері Жерар Депарде ресейлік Наталья Арынбасаровамен бірге түскен «Жиде. Кешкен махаббат» фильмі ТМД және Балтық жағалау елдерінің Анапада өткен Киношок 20-шы ашық кинофестивалінде Нұржұман Байжұманұлы үздік ие рөлі сыйлығын жеңіп алды. Мы познакомились очень давно, в 69 году, на съемках фильма. Біз ертеректе 1969 жылы Мәншүк туралы дастан фильмінің түсірілімде таныстық. Өзіне жүктелген рөлге берілгені соншалық бірден көзіме түсті. Кадрда болу оған сондай ұнайтын. Бір күні мен оған: «Нұржұман, еңбегің еш кетпейді, шыңдала бер, сен өмір бойы фильмдерге түсесің, көрте тұр» дегем. Міне солай болды да. Ол қазақ киносындағы ұлы актерлардың бірегейі.
Мен оған сол 1969 жылдағыдай тілек тілегім келеді. Күш жігерің барда, шаршама, әлі де көптеген фильмдерге түсе бер. Но городская. Разве ей нужен такой, как я? Да еще с короной. Лежал в школе. Вот я пришла за молоком. Қабыл болған тілек деп отырғанымыз осы. Әріптестердің әдемі тілегі. Енді бұл Наташа 3 фильмде менің ғашығымды ойнайды, 2 фильмде менің әйелімді ойнаған. Өте мықты актриса. Әрине. Енді қазақ қыздарынан осылай шығама деп үміттенем. Амина апам сияқты, осы Наташа сияқты, әлі шыққан жоқ. Кәкір шүкір уақыт өтіп шығып жатыр. Нұржан аға, алғаш шетелге шақырту алған кезіңіз? Мен Совет өкіметі кезінде шақырту алғанмын, Финляндияға. Оның кейін барып, Голландияға тағы да шақырды. Онда әлгі Совет өкіметі кезі КГБ деген нәрсе бар. Сөйтіп жүргенде сол 2 рет шақырылдым, екеуінде де сол мені өткізбей қалды. Сол мынау егемендік алғаннан кейін бірден мен шақырылдым. Италияға шақырылдым. Онан кейін бар Польшаға, онан кейін бар Францияға, онан кейін мынау кейінгі осы 95-те Голливудқа бірінші рет бардым. Екінші барғаным осы былтыр бардым. Былтыр барып жаңағы екінші киноға түсіп келдім. Шетел киногерлерінің, режиссерларының ықыласы неге сізге түсті? Енді оларда кино көреді ғой. Кинофестиваль деген ол базар. Базар рынок дейміз ғой әлгі. Сонда кинофестивальдерде менің киноларымды көрген режиссерлар ақын түртіп қояды. Мынандай бір актер бар екен ғой деп. Содан кейін өздерінің еліне барып, бана постановка алған кезде сол шақырып, соны шақырғанда кейбіреу проба жасайды, кейбіреу пробасыз ойната береді сол. Енді мен сол кейін кезде жаңағы пробасыз ойнап жүрдім көбісі, өйткені маған қатты сеніп кетті. Оның кейін ақтау керек оны, ол сенгеннен кейін жақсы ойнау керек. Шетелдік әріптестермен байланыс бар ма, араласып тұрасыздар ма? Енді Жерарменен әңгімелесіп, звондасып тұрамыз. Арно деген аудармашымыз бар. Сол арқылы сөйлесіп тұрамыз. Мейрамдарда, анау-мынауда сөйлесіп тұрамыз. Қанша дарынды болса, сонша қарапайым болады. Мысалы, сол жаңағы әлгі Эрик Робинс, жаңағы Жерар Депардье, анау Тагава, Болаяновтардың бәрі мына Ташкентский фестивальда қазақ делегаттар, Сәкен Текеев бәріміз отырып. Анау Жерар көрді да елді таптап басып, маған қарай сол Нурик деп бақырып келе жатыр жаңағы арыстан сияқты. Одан барынлар Нурик дегенде біліп қалды да, Тагавалар бәрі, олар жүгірді маған қарай. Елдің бәрі таңғалып жатыр, бұны қайдан таниды мына кісіні? Енді құшақтасып көрісіп, сондай өте жақсы кездесеміз. Толып жатыр енді, толып жатыр. Көргендерінің бәрі мен өте жақсы болдым олармен. Тамаша. Аға, әсерлі әдемі әңгімеңізге көп рахмет. Бағдарлама басында ескертіп айтты, міндетті түрде келген кейіпкер бұрын соңды жасамаған алғашқы бір қадамды бізбен бірге жасау керек деп, жасыл есікті соған сақтап отырмын. Сонымен 80-нен асқан ақсақал осы уақытқа дейін қандай қадамға бармады? Алғашқы не істеуге болады? Біз қатты ойланып отырмыз. Әскерге бардыңыз ба? Әскерге барғам жоқ, бірақ барған жердің бәрінде болдым мен. Нұржан аға, мен сізді полигонға шақырайын, танкодромға барайық, сол жерден бір әскери техниканы алайық, Қазақстанның халық әртісі Нұржұман Ықтымбаевтың алғашқы қадамы болсын. Бола ма? Болады. Мен енді жас кезімізде мақсат деген болды ғой, мақсат. Мен армандамай мақсат қоям алдым. Сол кезде біздің ауылдың жанында бір әскери гарнизон болды. Соны танкыларын көріп, соны өзім ойлайтынмын, о шіркін мынаның ішіне бір отырсам ба деп. Соны оған жуытпайтын, жақындатпайтын, қайдан ауылдың баласын жақындатпайтын. Енді Құдай мінекей енді жол болып, енді саған отырайын деп отырмыз, енді көрейік. Ауыл баласының арманын орындайық. Кеттік. Қымбатты көрермен, біз танкодромға арнайы келдік. Нұржұман аға, артыңызда Арлан атты әскери көлік. Қазір ішіне кіресіз, көресіз, және бір сәтке өзіңізді әскери адам сезінесіз. Жасымнан армандағаным сол өтіп көрейік. Жақсы. Армандар орындалады.
біз Нұржұман ағамыздың алғашқы қадамына куә боламыз. Сізге сәттілік. Рахмет жаным. Қымбатты көрермен, біз көліктің ішіне келдік. Қазір жүреміз. Нұржұман ағамыздың сезімін сіздерге жеткіземіз. Ол шытап кесі армандығы біз жас кезімізде. Осы әскери техника қандай болады дедік. Дедімінікте отырмыз, көріп отырмыз. Дамыға тастыңыз бұл керемет қой. Ал, hoş келдіңіз аға. Қадамыңыз құтты болсын. Енді әскери техниканың жүріс-тұрысын көрдіңіз. Көрдім. Сарбаздарға сенуге бола ма? Мынандай техникаға, мынандай сарбаздар келіп, өздерінің мінез құлқын өзгертеді мынау техника. Мынау сұмдық енді. Рахмет, көргендер болсын. Балаларың осы да керемет жауынгер болсын. Аға, келгеніңізге, біз секілді жастарға сенгеніңізге алғысымызды айтамыз. Енді кімге сенеміз сендер? Бүгін бізде қонақта болған халық әртісі, актер Нұржұман Ықтымбаев. Бағдарламаны жүргізген Аман Тасыған өмірде аман жүріңіздер. Рахмет ал. Сізге рахмет аға. Қолыңызды қидақ қой.